Баршаға сәлем достар, сіздермен өткен сабақта видеоның цветовой коррекция жайлы сабағын өткен болатынбыз. Яғни бұндағы лут және цвет, температура, контраст, осылар жайлы сабақ өткен болатынбыз. Сосын біз HCL, кривые, маска бөлімдеріне де кіріскен болатынбыз сіздерменен. Жалпы сіздерге өткен сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Бүгін сіздерге переходтар және эффектілер жайлы сабақ өтетін боламыз. Яғни қазір мінеки көрсетемін. Переходтар және эффектілер. Яғни бірінші болып переходтардан бастаймыз. Переходтарды видеоға қалай қоя аламыз? Мысалы, мына видеоға бір переход қойып көреміз қазір. Переход қойылмады. Не үшін десеңіздер, переход қойылу үшін бір видео кесілу керек. Біз ол үшін мына жерден алмасты таңдап аламыз. Яғни V кнопкасын бассаңыз сізге алмас шығып келе салады. Яғни мен V кнопкасын басам, мінеки алмас шықты. Ал оны орнына қайтару үшін N деген кнопка басам, сол кезде ол жайына келеді. Енді бұл настройканы сіздер кейінгі сабақта өтемін. Горячий клавиш арқылы қойып алсаңыздар болады. Бұл уже лайфхак сабақтарға кіріп кетеді. Видеоның монтажын тез істеудің жолы туралы өтетін боламын. Мысалы, мен кестім. Мінеки екі видео екі бөлік кесілді. Енді осының арасына мен переходты қоямын. Мінеки мынаны алып дәл осы қоямын. Мінеки осындай переход пайда болды. Енді бұған мысалы сәл түсініктілеу болу үшін басқа бір видеоны қояйық. Қалай шығады екен? Мінеки дәл осылай. Осы жерде переходтың түрлері өте көп. Сіздер қалаған тегін жүктеп алсаңыздар болады қалағанша. Бұл жерде міне наложение, камера, цветовой эффект, размытие, глич, основной, маска, разделение. В общем, бұл жерде тола эффектілер бар. Осы эффектілердің барлығын тегін пайдаланасыздар. Өздеріңіз қалағанша қалаған жерлерге қойып. Бірақ естеріңізден шықпасын, переходты қою үшін біз алмас алып видеоны кесеміз және соның ортасына осы переходтардың біреуін таңдап қоюға болады. Бұл видеоны кеспестен бұрын сіз о переходты қоя алмайсыз. Енді переход пен эффектінің разницасы осы нәрседе. Переходты қою үшін видео кесілу керек, ал эффектіні қою үшін видео кесілудің қажеті жоқ. Переходты соңына дейін жеткізіп сала салайын. Мына переходты біз қойған соң үстіне басамыз. Мысалы, мен мынаның үстіне басайын. Мінеки үстіне бастым. Енді длительность деген бар, бұл ұзақтығы. Яғни сіз қойған переход қаншалық ұзақ уақыт ойнайды деген сөз. Мінеки мынау 1,6 секунд деп қойыпты. 1,6 секунд бойы осылай жай ойнайды деген сөз болып тұр. Мен оны өте қысқа секундқа қоямын, ол сол кезде осындай бір керемет кадр береді. Бұл переходты сіздер бұлай ұзақ қылып 1,6 секундқа қоймаңыздар. Бұны 2 немесе 3-4 қылсаңыздар болады. Бір қылсаңыздар ол онша байқалмауы мүмкін. Яғни біз оны 3 немесе 4-ке қоямыз. Мінеки осы нормальный болды. Бұл жерде мына кнопканы басқаннан кейін переходтың автоматически осы жерде настройкасы шығады. Сіздер осы настройканың осы ползунуктарды ары-бері жылжытып, осылай өздеріңіздің қалауларыңызға сай істесеңіздер болады. Ал егер мен бұл переходты басқаша өз қалпына келтіремін десеңіздер, мына жерде кнопка бар, просто басып жібересіздер, сол кезде ол автоматически өзі қойып береді. Яғни осындай переходтың өзі стандартный анимациясының уақытымен қойып белгілеп береді. Жалпы переход жайлы түсінікті болды деп ойлаймын. Кейінгісі бізде эффектілер бөлімі, яғни бұл жерде кез келген эффектіні бесплатно, яғни тегін пайдалансаңыздар болады. Бұл жерде эффектінің екі түрі бар. Қысқаша түсіндіріп өтейін. Бұл жерде эффекты для тела дейді. Бұл эффект көбінесе адамды түсірген кезде соған пайдаланатын эффекттер. Яғни мына біздің видеода адамның бейнесі шығатын болса, бұл автоматически сол бейнеге переменить етіледі. Яғни сол бейнеге орналастырады. Мен қазір мына кішігірім видеоны қойып кетейін. Ол үшін кесіп аламыз. Яғни сіздер адасып қалмаңыздар. Бір видеоны алып осы үстіне қойып қалсаңыздар, бұл жерде екі видео ойнап кетеді. Көріп тұрғандарыңыздай мінеки екі видео осылайша араласып кетеді. Ал егер
жеке болуу үчүн видеонун ол үчүн дәл осылай кесип осылайша жанына коябыз. Минеки мына жерде адамдын кадры чыгып тур. Яғни мен қазір ошол жерде бір эффект пайдаланам. Мына жерде сет нашар болуп турганга мендеги эффектилер жүктөлүү кыйын болуп жатыр. Мен кыска гана бір эффект көрсөтө салайын. Минеки эффект иштеп жатыр. Яғни дәл осы суретте қалай көрсетілсе, эффект қалай ойнауы, қалай действить етуі, сол жайлы сіздің видеоңызда да дәл солай жұмыс жасайды. Яғни мына жақта эффекттің настройкасы бар екен. Мына жерде скорость, яғни қимылдау жылдамдығы, және сила деген күші. Яғни міне осыған байланысты өзіңіз қалағанша қойсаңыз болады. Яғни эффектінің күші 100-ге апарсаңыздар, бұл өте қатты байқалуы мүмкін. Біз осылай қысқа ғана қойып қоятын болсақ, мінекей өте кішкене болып көрінеді екен. Жалпы сіздерге бұл түсінікті деп ойлаймын. Кез келген жерге осылай қойсаңыздар да болады. Эффектінде дәл осылай алмасты таңдап, осылай қырқып кез келген жерге қойсаңыздар болады. Бірақ видеоның астына қоя алмайсыздар. Неге десеңіздер, видеоның астынан бастап саунд эффект бөлімі, яғни музыка бөлімі, ал видеоның жоғарысынан бастап анимация, текст, сол сияқты переход эффекттер, сондай нәрселерді қоя аласыздар. Кейінгі мәселе, мен осы эффектіні аламын, осы видеоға бастан аяқ түсуін қалайтын болсам егер, мына жерден кесіп ала салайық, қысқа ғана көрсетейін сіздерге. Осы эффекті, мына эффекті осы видеоға полный түсуін қалайтын болсам, мен бұл эффектіні екі түрлі әрекетпен қолдансам болады. Яғни эффектін бастан аяқ созып қоямын, мінекей видеода істеп жатыр. Ал оны осылайша созып, қысқартып отыруды қаламайтын болсам, мен дәл осы эффектін алып видеоның ішіне тығып қойсам болады. Яғни қазір сіздерге көрсетейін. Мына жерде ешқандай эффекті жоқ. Мен эффектін аламда, мінекей дәл осылай пульсті бастым. Бұл эффект менің видеома бастан аяқ түседі. Мен видеоны қанша созсам да және кемейтсем де осы эффект бастан аяқ видеоменен бірге жұмыс істейді. Яғни қай жерден бітсе, бұл эффекті дәл сол жерден бітеді, қай жерден басталса, эффекті дәл сол жерден басталады деген сөз. Яғни енді мен эффектті ішіне салып алдым, бірақ редактировать ету үшін мына видео бөлімінде шықпай жатыр деп ойласаңыздар, ол жерде міне эффекті деп қойған. Эффектін осы жерге галочканы бассаңыздар, эффекті өшеді, ал егер қайттан қоссаңыздар, эффект қосылады, және бұл жерде эффектінің настройкасы да қосылады. Ол үшін міне мына жерде қалам суреті бар, осыған басамыз, сол кезде автоматически эффект бөліміне кіреді. Яғни өздеріңіздер, яғни жаңа көргеніңіздей сила, скорость, осы нәрсені дәл осы жерден редактировать етіп қойсаңыздар болады. Яғни сіздерге эффект бөлімі түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл адамдарға арналған эффект еді. Ал енді мына жерде общий эффект. Бұл общий эффект табиғатқа да, адамдарға да барлық жерге түсе береді. Яғни мен мына жерден қазір бір эффектіні алып қояйын. Қазір бір көзге көрінетіндей эффект. Яғни мына эффект бар екен. Мінекей мына видео негізінде жай ойнап жатыр. Ал мына эффект қосылғаннан кейін бұл более-менее эффект бізде жұмыс істеп, видеоға кішкене болса да өзгеріс кіргізді. Бұны да дәл осындай жерден редактировать етсеңіздер болады. Яғни мен скоростын өте қатты қойып қоямын. Қазір көреміз нәтижені без эффекті. Ал мына осы эффектпенен. Жалпы осы жерден осылай редактировать етсеңіздер болады. Мына жерде маска деген бөлімі бар екен. Бұл маска бөлімі, бұл да бір тақырыпты талап етеді. Негізі маска деп қалай түсінеміз бұл маска бөлімін? Яғни мынау мен салған эффект осы масканың ішінде ғана ойнайды, жеке өзі қалған жерде ойнамайды, яғни әрекет етпейді. Мінекей байқаңыздар, масканың ішінде тек қана ойнап жатыр эффект, қалған жерінде ойнап жатқан жоқ. Яғни бұл эффектінде дәл солай алдыңғыдай видеоның ішіне полный түсуін қалайтын болсақ, біз эффектіні аламыз, видеоның ішіне салып жібереміз. Сол кезде бастан аяқ эффект ойнайтын болады. Яғни видеоны кемейтсем, осы дәл осы скоростьпенен, дәл осы уақытпенен эффект ойнайтын болады.
эффектіні міне видео основной мына жерде эффект бар. Осы жерде міне осы полосы на экранын басатын болсақ настройкасы шығады. Дәл осы жерден біз эффектіні өзімізге керегін осылайша қойып отырсақ болады. Яғни бұғанда осы масканы қосса болады. Енді осы жерден назад шығуым керек. Ол үшін мен қайтадан видеоны басынан басамын. Мінекей қайтадан видеоның өзінің настройкасына түсті. Өткенде бұл сабақтарды өткен болатынбыз. Ал егер эффект керек емес, видеоның ішінен удалить етемін десеңіздер, сіздер видеоны барлығын удалить қылуларыңыздың қажеті жоқ. Яғни эффектін мен үстіне басып удалить еттім. Мінекей үстінен басып удалить етемін. Міне эффект өшіп кетті. Ал сіздерде мынандай жағдай болса, мысалға эффект үстінде тұр, сіз эффектің жалғыз өзін өшіремін деп видеоның барлығын өшіріп жібересіздер. Сол кезде видео жоқ болып жойылып кетті. Оны орнына қайтару үшін өздеріңіз білетіндей Ctrl-Z батырмасын басамыз. Сол кезде бұл видео қайтып шығып келеді. Восстановление болады деген сөз. Ал енді бұл жерде эффектіні жеке өзін өшіру үшін мына жерден осылайша өшіріп қойса да болады, немесе мінекей дәл осы жерден удалитті басып өшірсеңіздер де болады. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Осы жерде қалағанша өздеріңіз эффектілердің барлығын жүктеп алсаңыздар болады. Бұл әрине тегін, ешқандай ақша талап етпейді. Өзі CapCut бағдарламасының көп функциялары тегін, яғни бұл жердегі сіздер барлық функцияны тегін қолданасыздар. Ал Pro версияны қалаймын десеңіздер, мына жерде менюға кіріп, осы жерден сатып алса болады. Бірақ бұл Pro версиясы бізге керегі де жоқ. Неге десеңіздер, видеоны бастап жатқан адамдарға барлық нәрсе тегін болса, олар видеоны үйреніп кетуіне өте зор ықпалын тигізетін болады. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта біз стикерлер, текст және звук, осы батырмаларды қалай пайдалануды барлығын сіздермен бірге көріп шығатын боламыз. Яғни текст, звук, эффект осыларды көріп шыққаннан соң субтитры бөліміне өтеміз. Бұл субтитры көріп тұрғандарыңыздай қазақский деген субтитр бар. Бұл да өте керемет функция. Онша видео монтаж программаларында жоқ нәрсе бұл. Сосын мына жерде фильтр бөліміне кірсеміз, корректировканы өткен сабақта сіздермен бірге өткен болатынбыз. Яғни фильтр, текст, стикер осыларды келесі сабақта көріп шығатын боламыз. Содан кейін мен сіздерге видеоны қалай тез монтаждау фишкалары, яғни мына жердегі инструменттерді қалай тез пайдалану, осы инструменттер жайлы барлығымен сіздермен толық таныстырып өтетін боламын. Болашақ супер видео монтажерларға сәттілік тілеймін. Сау сәлемет аман болыңыздар.